Рахмет. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті достар. Баршаларыңыз таза стендапқа қош келдіңіздер. Қаттырақ шапалақтарыңыз. Құрметті достар, көріп отырған көрермендер, лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазып кетейік, колокольчикті басайық, және де каналға тіркелейік, құрметті достар. Құрметті достар, ендеше сіздердің алдарыңызға шығатын комик Мирас, құрмет, қошеметтер. Мирас, құрмет. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Жалпы сіздерге бірдеңе айтайын ба? Ау? Енді сол үшін шығып тұрсың ғой? Айтайын, уже жаздың почти бір ай өтіп кетті. Не істеп үлгердіңдер ал? Суға барып үлгердіңдер ма? Жалпы кез келген адамның өмірінде бір суға батып кетуге қалған историясы болады да. Ана жерде мен біттім деп тұрдым бар ғой. Аяғым құрсық болды. Шақтансам су болды дейді ғой. Сондай историяларын беріліп айтады. Конечно, енді аман қалсаң айтады сондай историяны. Үлкен браттарым сұрайсың, брат, сіз жүзіп қалай үйрендіңіз десең, ой, біздің ағаларымыз тегін суға лайықты жүреді. Сыздан керек болсын шығасың ғой дейді. Ағалардың әңгімесінің өзі бөлек негізі бар ғой. Ой, сен жеңгеңнің набимен сындырып алдың ғой дейді. Налған жеңгем набиге сынып қалдың? Жоқ, мен түсінемін да, егер ағамның мына қолында үйдің кілті, мына қолында машинаның кілті болса, ананың мына қолында арақ, мына қолында темекі. Жеңгем айтам ғой, жеңге, жалпы сіз ағамның қай жеріне қызықтыңыз десем, енді ағамның имандылығына қызықтым ғой дейді. Осы жерде қолымды қалтама салдым да, мә деп көрсеттім. Қайда имандылық о да. Бірақ жеңгемді түсінуге болады енді. Қай бір тиістің сол. Арақ пен темекісін қойдыру үшін дейді ғой. Қалай? Жеңгем март әдеп жоқ тұрған жоқпын ба? Сосын андай қыздар болады, мектеп кезінде бір талып қойырдың қызы болды ғой біздің ма? Ана қыз ауыстыршы каналды. Ана қыз бір талып қойырды, еще бір неловко уақыттарға талып қойды, бір линейкада алтын көзі отқана талып қойды. Сосын сол талып қалған қызды көтеріп алып кететін біреу болатын болды секті. Момент жеңілік болмады. Сол жігіт момент жібермейді кәна, қызды көтеріп алып кете береді оңбаған. Бізде мысалы ол дышағай болды. Ана қыз талып қалады, жан-жағын бәрі жиналып қалады. Ашындар, ой жетпей жатыр, өзім көтеремін. Көтеріп, басып батады. Ойлашы, сен қызсың да, талып қалдың, и көзіңді аштың, бір мужик көтеріп батыр сен. Айтқым келгені, елімізді көтеретін мужиктар аман болсын. Рахмет, достар! Рахмет, Мирасқа, құрмет, қошеметтеріңіз, достар. Шапалақтарыңыз қаттырақ Мирасқа. Елімізді көтеретін мужиктар аман болсын дейсің ба? Ондай связкаңнан айналдым, родной. Келесі шығатын кім? Құрмет достар, келесі шығатын стендап комик, құрметсіздер, ол қандай нәски кисе де оған гетеры болып тұратын Алихан, құрмет, қошеметтер. Рахмет, айналайын. Рахмет. Серьезно айтайын, маған дым көрініп тұрған жоқ мұн жерден. Бар екендеріңізді білдіртіп қойыңыздар, я? Рахмет. Жалпы, мамаң болғасын жерде мамаңның подружкасы болады, дұрыс па? Сенің бір жақтырмайтын сондай бір подружкасы болады, мамаңның. Келген сайын өзінің баласының жетістігін айтып ішіңді күйдіртіп кетеді ғой. Еще кетерде өтірік шыпылдатып сүйіп кетеді сені бар ғой. Жаратпайсың ананы кәм бар ғой. А вот сосын противоположно Машка подружкалары болады. Олар серьезно. Привет, дейді де жүре береді саған. Сөзім ауыр болмасын, ұяттан алса айтайын, бір-екі подружкасына басым кетейді мен. Жақсы көрем.
Альфия деген бар. Біздің мама 82 ғой. Альфия да 82, бірақ 83-термен оққан, короче. Екі баласы бар. Біреу менімен құрдас, енді екеуміз дос деп араласамыз, қайда білсін бірақ. Жаңа үлкен басы аты Бақтияр, мен қонуға шақырады всегда. Мамаң көрме, мамаң көрме. Содан не керек? Бұлай бай сабаған ба кетіп қалған содан. Бұлай енді шаруа қатын көріп жүрмін. Кәдімгі жақсы. Содан бір күні үйге қонаққа келетін болды, Альфия дейтін. Дерскоп келді. Келді бір уақытта. Бір қарасам, батя қырындап жүр, басты кетіп болған. Кәдімгі түсіне алмай қалдым бар ғой. Түсіне алмай қалдым, кәдімгі басты кетіріп. Бір уақытта қонақтық бітті, мама айтады, шығарып салшы дейді. Альфияны жаңа. Давай. Ойда ештеңе жоқ, жайлап жолда кетіп жатырмын. Сізден сенге көштік. Жайлап пландап жатырмын, бектен былай. Содан үйге келдік, маған шай берді, тамақ берді, киімдерімді жуып берді, сосын шайқалып ұйықтап тастады. Одан артық не керек енді. Екінші анам ретінде кәдімгі қатты жақсы көремін бар ғой. Не ойлап отырсыңдар, бағана бір жыртылып отырсыңдар ғой. Бір түрлі сезімде тұрмын бар ғой, ондай емес сырсын. Андай сезім болады ғой, класста сот құрланып кеткенде сенен көреді ғой. Сондай сезімде тұрмын бар ғой. 3 бала болып кетіп жатқанда екеуі бөлектеніп сыбырласып әңгіме етіп кетеді ғой. Сондай сезімде тұрмын қазір, олай не надо, керек емес олай. Олай ойламаңдар. Ютуб қошатымыз мама өлтіп дейді ғой менде. Жалпы залда мамасынан таяқ жеген есіне алғандар бар ма? Естеріңізде ме мамалардың таяқ жегендеріңіз? Серьезно айтайын, ең бірінші таяқ жегендеріңізді мен қашан екен білем. Ол әліппені ашасың, балағың, біттің, басың әліппеге кекешіп жүреді сол жерде. Көзің жасаурап, көзіңнің фокусы кетіп, регулировкасы кетіп, көзіңнің жасы әліппенің 17 бетіне өтіп кеткен. Верчак таяқ жеу, ол шнур жеп көргендер бар ма? Ол тисе де, тимесе де шыңғыртып жібереді сені. Тимей өтіп кеткенде дауысының өзі өтіп кетеді ағасының кәдімгі. Соның өзіне шыңғырып кетесің ғой кәдімгі. Қонақтықта таяқ жеуден артық қорлық жоқ шығар. Дастархан басында алмаңдап деп алып отырсың ғой. Басыңа қасық жібереді осы ойда. Қонақтарға бәрібір ешкім аяп отқан жоқ сені. Дальше көш тамақ жеп жалғастыра береді. Ең верчагы таяқ жеулердің патологы ол моншада таяқ жеу. Біз семьямызбен кедей тұрдық, құттай монша болды бізде. Қуаштап келіп орайын келсе, қолы стенкаға тиеді. Сосын бар ашуын бізден мачаткамен алатын еді кәдімгі. Жының жанын шығарып тұрып сықылайды ғой. Әбетте құлап қалғансың цементқа, жеріне құттай қатпа жарып алады. Соны бірге қосып шышып бергенде кәдімгі бар ғой. Дымың қалмайды ғой, дымың. Жалпы мамалардың бәрі дальтоник па бірдеңе ғой. Морковный трәк тұрса, сарына тұр, сарына. Жасыл шелек тұрса, көкшелек. Атымды айтар уақытта да. Айгүл, Марал, Самал, Энрике. Ой, Энрике деппін ғой. Ағис, Падол, Алихан. Yes, мен айтып жатыр. Жалпы залда орыстың стендаперларын қарайтындар бар ма? Щербаков сияқты. Олар кәдімгі Россияда тұлға болып жүреді. Оларды халық жүргізбейді никак. Тұмшаланып, қарачки киіп алып, фуражкамен ән жерде тығылып жүреді. Біз ше, біздің балдар ше. Маршруттарға кездесіп батасың ғой бірге. Стендапер екеніңді дәлелдей алмай оған. Әңгіменің арасына бірдеңе тығып қоясың. Әңгімені айналдырып, что телефоннан, ютубтан өзіңді ашып көрсетуге дейін алып тұрасың ғой.
көрсеткеннен кейін күлмей қалып тағы ақталып оған залда басқаша болады ол телефон басқаша береді ғой деп. Мысалы сондай моменттер болады да, жаңағы маршрутта теріс батасың дейді ғой. Ол қарапайымдылық па біздің? Жоқшылық па? Білмеймін, сіздердің тапсырым қараңдар. Жалпы сөйтіп өзімнің өнерімді біреуге көрсеткеннен кайф аламын. Мысалы телефоннан өзімнің өнерімді көрсеткеннен кайф аламын. Жалпы кайфарик боламын. Бірақ мен ішпеймін, шекпеймін, ондай емеспін. Просто необычный нәрселерден кайф аламын да. Мысалы ана құттай бәшпейінде массаж болады ғой. Сосын паласқа тек білесің бе? Сан кайф да, обожаю бар ғой. Сосын App Store'да пытынг дейтін бірдеңе скачать еткенде пытынг дейтін звук бар ғой. Это просто галактика дейсің айтады. Білмеймін, сделкаға отқан сияқтысың ғой, байқайсыздар ма? Сосын шөп жұлып көргендер бар ма? Шөп жұлған уақытта тамырымен бірге вұрт еткізіп жұласың ғой. Сосын сілкілейсің ғой, сілкілегенде тамырдың өзі қалады ғой. Вот сол мысалы маған кайф бар ғой. Рум алаша болады, нағашыларым тана. Бірақ мен стендапқа шығар уақытта я алаша, я тана болып шықпадым. Қазақ болып шықтым. Қазақ байды, рахмет қазақтар. Алиханға құрмет қошемет достар. Бойы кішкентай болса да молодец, потенциалы ол маған 82-лер дей ма? Моншаға баратын оланы, дұрыс моншаға. Келесі шығатын комик кәм шай ішпесе бас ауыратын уже готовый шал Ерген Ақмырза. Сладкий дей ма? Че там сладкий ме екен? Өздеріңде обалдарың жоқ қой. Болмайтын әндерді тыңдайсыңдар. Болмайтын әншілерді тыңдайсыңдар. Сосын жүресіңдер солардан боғауыз естіп. Ойлап қарасам, сол концертке барғандар 5-10 теңгеге барғанда тупы боғауыз естіп келген ғой. Ойлайшы. Біздің үлкен көкеге айтсам бесплатно ұқтап береді ғой. Үлкен көкеден бөлек нақышына келтіріп боқтайтын қазақтың қаншама талант ағалары бар. Олар сенен ақы сұрамайды. Олар содан ләззат алады. Сендер жүрсіңдер кисло сладкийға беріп. Вообще кисло сладкийден атты кім қойып жүр оған? Неге кисло сладкий? Дәмін көрді ма біреу? Өздерін тәтті ма? Білмеймін ғой әйтеуір бәрі кисло сладкий деп. Аналардың қасында кенталдардың айналайын болып қалды ғой. Естеріңде ғой, баяғыда кентал деген 2 жол өлеңнен шықты ғой. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын. Ойбай, дәрі қаптады, мынау сахнаның адам емес. Мынау өнерді мазақ қылып жүр деп. Мыналардың қасында кенталдың гүл ғой. Кентал, братан, егер біздің стендапты көріп отырсаң, историяға салып жібере қойшы. Болмайтын әншілер тыңдамайын, танымайды екен кисло сладкий дегенді. Ана Хайбайдан кейін таныдым. Менің ең сүйікті әншім Мейрамбек Беспаев. Қандай керемет әнші да, әнді жүрекпен айтады. Оның вообще көңілден айтқанын көрмеппін. Бір ғана айтқан көңілді әні бар, оның өзі жүрекпен айтады ғой. Ай, жеңешем, мінезі балдай жеңешем. Жоқ, жүрекпен салып айтатын ән болады. Жүрекке салмай айтатын ән болады да. Ладно, ана туралы жүрекпен айт. Ладно, махаббат туралы жүрекпен айт. Но жеңешем туралы зачем жүрекпен айтып? Ол деген біреудің қатыны ғой. Біреудің қатынына бола жүрекке нагрузка түсіріп. Райым, біздің райым, мұрынмен айтады. Әкемнің айтшы дайын басы оқыларым,
шертіп қайтайын даласыларым. Екеуінікі де дұрыс емес. Мейрамбек жүрекпен айтады, Рай мұрынмен айтады, әнді ауызбен айту керек қой. Ауызбен айту керек қой. Вообще қызық солар бар ғой. Шапалақтарыңыз болсын, құрметті ағайын. Вообще, естерінде ма, баяғыда Айшвария Рай деген болуды ғой. Айшвария Рай. Сол кішкентай кезінде кіммен жүрді екен? Басы кетіп жүрген уақыттар ау, маған Айшвария Райдың бәрі ғой. Біздер күн-түні звондап тым берген жоқпыз ғой. Ерген, звондамашы, мен сабақ оқуым керек дегенде де қараған жоқпыз ғой. Окей болдық қой біздер. Маған басы кетіп жүрген до конца пайдаландым ғой. Сонда қыздың өзіне басы кетіп жүрген до конца пайдаланатын жігіттер бар ғой. Квартираға апарады, ақша сұрайды қарызға, қайтармайды оны, бірақ үйін жинатып алады, сабағын жазғызып алады, ауласын шөбін жуғызады, сөйтіп қаздырады, фундамент құйып алатындар бар. Құрметті қыздар, мен сендерге айтайын, ондай жігіттерді ез жігіттер дейді, ез. Сондай ез жігіттердің кесірінен біздің Карантино продакшнның жігіттері сияқты наға жігіттің төрелеріне кіргеліп жатыр. Егер де қыздар сондай бастарынан өтсе, естерінде болсын, олар сендерді пайдаланып жүр. Тастаңдар ол жігіттерді. Көздеріңді ашыңдар, айнала қараңдар. Қаншама қазақтың күшті жігіттері бар. Қаншама қазақтың күшті жігіттері бар. Қолынан бәрі келетін. Анасындай құрметтейтін қызды, қарындасындай қарайтын. Қызға некеге де қол тигізбейтін қандай жігіттер бар. Мысалына сахнадағы жігітті сондай деп айта аламын. Мен айта аламын ба? Майк Тайсон бар ғой. Таныстар адам Тайсон. Мен Бушиді тұқым. Сол Тайсонға әйелі Тайсонға көшіп айтап екен. Тайсон жағдай естеді ғой да. Дүкенге барады, екінді киіп салып береді ғой. Нұрсұлтан Назарбаев бар ғой. Мен Бушиден зерттім. Нұрсұлтан Назарбаевтың пенсиясы қанша екен? Біздің үлкен мама 75-ін алады. Назарбаев 80-ін алады ғой, да? Долго. Молыз дей ғой. Кейде ойлаймын, соңғы стендабым ба деп. Біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың біздің Қазақстанға сіңірген еңбегі өте зор. Сондықтан да біздің президентіміз қанша пенсия алса да достойны. Арай ватаным, асқақтап тауым, арайлап көлім, күй тарту көлім. Сол стендап емес сияқты. Мен болдым. Елжан, болдым.